негізі жай ғана мынау палмоливтігінен еш айырмашылығы жоқ сияқты. Мынау жерде иісі де сондай, бірақ бұл пилинг сабыны деп жазылып тұр. Мына жерде көріп тұрсыздар ма, жоқ па? Пилинг сабыны сияқты. Көмір сығындысы сабыны бактерияға қарсы қасиеттерге қолданғаннан кейін тері жұмсақ және нәзік болады. Көмір тазартқыш, ылғалдандыратын және бактерицидті қасиеттерімен танымал. Сіңіргі және қабыршақтайтын зат ретінде әрекет етеді. Былай қараңғыда оқыған қиын болып тұр. Өзім қолданамын әрине барлық сабындармен. Әсіресе мынау сабынмен қолдану маған қызық болып тұр. Мынау жерде әдемі келген шомылуға арналған тұз, соль для ванны, морская, масло апельсина, антицеллюлитное. Маған өте ұнағаны мынандай банкасы ерекшеленіп кішкене істелінген, қызық. Келесі бізде шампунь мен крем балаға, кішкентай бөбектерге арналған Солнце и Луна компаниясының продукциялары. Мынау ресейлік компанияның заттарын қолданып көрдік. Жақсы деуге болады. Мынау сырттары да әрқашан мындай әдемі болып тұрады. Көгілдір түсті әдемі. Бірақ шампуньін әлі қолданып көрген жоқпыз. Кремін алып көрген болатынбыз. Қоржынға патча салатындарды көрдіңіздер ме? Осындай алтынды коллагенді патчтар шығыпты. Бір қолдануға қызық. Патч және де мына жерде маска. Біздің жалпы жаңағы қалта мен қоржынды ашқан кезде барлық үстелдегі әйелдер апалар жиналып барлығын таратты. Содан кейін қалған қоржындарды әрбір үстелге қойып, содан кейін тағы да әрбір үстел бойынша тарататын болатын. Сол бізге келген қоржынның ішінде көп осындай тұрмыстық химияға арналған заттар болды. Шампунь, маскалар, содан түскен нәрсе. Барлығын айтып кеттім. Мынау тек қана қалып кеткен менде астындағы орамал. Орамал әрине ешқандай қалта орамалсыз болмайды. Сіздерге түсін көрсетейін. Түсі маған ұнады. Мынандай көктемде киюге. Бандана сияқты да мойынға салып жүру